Қайырлы күн, құрметті Шаңырақ арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге Шаңырақтың асханасында тамақ пісіретін боламыз. Ал олай болса, біз базардан не алып келдік? Бірге тамашалайық. Балалар, ол әрине картоп, өте пайдалы жеміс. Балық біздің көзімізге өте пайдалы. Қызылбұрыш, дәмі өте ащы. Жүзім, қырыққабат, өте пайдалы жемістердің бірі, жеп жүріңіз. Сәбіз біздің бойымыздың өсуіне өте пайдалы балақай, біліп жүр. Тауық еті, сары қисық, және де жұмыртқа, және де менің ең жақсы көретін, ол әрине шұжық. Себет осымен бітті, келесі тамаққа көшейік. Балақайлар, тамақты пісірмес бұрын, бірінші біздің асханамен таныс болыңыздар. Мына жақтан бастайық. Бізге асханамызға өте керекті құралдар. Ол әрине пышақ, екі түрі бар, бірақ ата-ананың рұқсатынсыз ұстамаңдар. Бізде және де шанышқы, қасық, және де сорпаға арнайылап істелген. Ал мына жерде біз көкөністерімізді жуамыз, мына жерге тамағымызды пісіреміз. Астыңғы бөлікте бізде тоңазытқыш, ішінде жеміс-жидектеріміз бар. Мына бөлікте бізде шайнек, бұл шайнекпен қызыл-қызыл шайлар ішетін боламыз. Бізде газ тақтасы, мына ыдысымызбен біз жұмыртқа пісіретін боламыз. Мына ыдыспен сорпа, көкөністерімен, мына ыдыспен тәтті ботқалар пісіретін боламыз. Және де тамақтарымызға қоспалар кетчуп, лимон шырыны, өрік шырыны, және де сырный соус. Сорпамызды ысытып алайық. Ол әрине бізде тоңазытқышта тұр. Кеттік. Салқын болып тұр екен, өйткені минус 18. Ашайық. Секундқа қойдық, 30 секундта жылытып үлгеру керек. Уақыт болды. Ысытып қойыпты. Келесі кезекте балақайлар, бірге жұмыртқа пісірейік. Жаңағы жұмыртқа пісіретін ыдысымыз алып қоямыз. Пешіміздің астын жағып қойайық. Жанды. Келесі кезекте жұмыртқамызды алу үшін сөреге барайық. Бірге кеттік. Аузын жақсылап жауып қоямыз, бұқтырыла берсін. Жұмыртқамыз пісіп қалыпты, бірге алайық. Есіне еткен керемет десеңізші. Келесі балақайлар, көкөніс жейтін боламыз. Көкөніс біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Көкөністі жемес бұрын, біріншіден жуып алыңыздар. Көкөнісімізді жақсылап жуып алайық. Келесі кезекте балақайлар, біз тауық сорпасын пісіреміз. Ол үшін бізге бірінші керек зат, ол әрине тауық еті. Тауық етін ыдысымызға саламыз. Бетін жауып қоямыз, бұқтырыла берсін. Тауық сорпасына бізге керек көкөністер. Көкөністерімізді алып, бұны да балақайлар жуып аламыз.
Көкөністеріміз жуылып болды. Көкөністерімізді алайық. Дайын болған көкөністерімізді бұқтырылып жатқан сорпаға салып жібереміз. Бұқтырылып жатқан сорпамызға суын құйып араластырамыз. Сорпамызды араластырайық. Дәмін көреміз. Сорпамызға қоспалар қосу керек. Қоспаларымыздан кетчуп қосамыз. Ал енді дәмін көрейік. Дайын болып қалыпты. 10 минут күтсек. Сорпамыз дайын болыпты, ыдыстарға салайық. Мінекей балақайлар, шаңырақ асханасында дайындаған тамақтарымыз дайын болды. Олар жұмыртқа, көкөністер және де тауық еті. Ас болсын. Ас пісірген дәмдірек шаңыраққа рахмет. Келесі кездескенше балақайлар. Қош, сау болыңыздар.